Қадір түні жасалған бір дұға 83 жылдық құлшылыққа тең. Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін біз өте маңызды, жүректі толқытатын бір тақырып туралы айтамыз. Ол қадір түні. Көпшілік бұл түннің қасиетті екенін біледі, бірақ оның қаншалықты ұлы мүмкіндік екенін бәрі бірдей түсіне бермейді. Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Сіз білесіз бе, қадір түнінде жасалған бір ғана дұға, бір ғана құлшылық 83 жылдан артық ғибадатқа тең. Иә, бұл жай сөз емес, бұл Құранда айтылған ақиқат. Аллах тағала Құранда былай дейді: қадір түні 1000 айдан да қайырлы. 1000 ай дегеніміз шамамен 83 жыл 4 ай, яғни бір адамның тұтас өміріне жуық уақыт. Бір түн, бірақ сауабы бір ғасырға жуық. Ойланып көріңізші, егер адам сол түні шын жүректен бір дұға жасаса, бір тәубе етсе, немесе бір рет Алладан кешірім сұраса, оның сауабы 83 жылдық құлшылықпен тең болуы мүмкін. Бұл Алланың құлдарына берген шексіз мейірімі. Бірақ өкінішке қарай, көптеген адамдар дәл осы ұлы мүмкіндікті ұйқымен өткізіп алады. Ал енді бір сәт ойланайық. Егер сізге біреу бүгін түнде 1 сағат жұмыс істесең, саған 83 жылдық жалақы беремін десе, сіз ұйықтап қалар ма едіңіз? Әрине жоқ. Ал қадір түні одан да үлкен мүмкіндік. Бұл жерде әңгіме ақша туралы емес, бұл жерде мәңгілік өмір туралы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қадір түнін бос өткізбеуге ерекше мән берген. Хадистерде айтылғандай, Рамазанның соңғы 10 күнінде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түндерін ғибадатпен өткізген, отбасында оятқан, ғибадатқа ерекше күш салған. Себебі ол түнде періштелер жерге түседі. Сол түні періштелер жер бетіне нұрмен таралады. Олар кімдерді іздейді, білесіз бе? Олар намаз оқып тұрғандарды, дұға жасап отырғандарды, Алланы еске алып отырғандарды табады, және сол адамдарға дұға етеді. Қадір түнінде жасалатын ең күшті дұғалардың бірі Пайғамбарымыз үйреткен дұға. Айша анамыз бір күні Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды: егер мен қадір түнін кездестірсем, қандай дұға жасайын? Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: уа Алла, сен кешірімдісің, кешіруді жақсы көресің, мені кешіре көр. Қараңызшы, бұл дұға өте қысқа, бірақ мағынасы өте терең. Өйткені адам өмірінде ең көп керек нәрсе Алланың кешірімі. Біз бәріміз қателесеміз, кейде білмей, кейде біле тұра күнә жасаймыз. Бірақ қадір түні барлығын жаңадан бастауға берілген мүмкіндік. Бұл түн тағдырлар жазылатын түн. Бұл түн дұғалар қабыл болатын түн. Бұл түн көз жасы босқа кетпейтін түн. Сол үшін ғалымдар айтады: қадір түні ең маңызды нәрсе көп дұға жасау. Өйткені бұл түнде Аллах тағала құлдарының тілегін ерекше қабыл етеді. Сол себепті мынадай дұғаларды көбірек жасауға болады. Алладан кешірім сұрау, ата-ана үшін дұға жасау, балалардың болашағы үшін дұға жасау, денсаулық сұрау, береке сұрау, жәннат сұрау, еліміздің амандығын сұрау. Ең бастысы дұғаны шын жүректен жасау. Қадір түнін өткізу үшін міндетті түрде көп нәрсе жасау шарт емес. Бірақ мына амалдарды жасау өте сауапты. Бірнеше рәкағат намаз оқу, Құран оқу, зікір айту, салауат айту және көп дұға жасау. Тіпті адам 1-2 сағат болса да Аллаға бет бұрса, ол үлкен сауапқа жетуі мүмкін. Өйткені бұл түн өмірде қайта келмеуі мүмкіндік. Өйткені бұл түн
өмірде қайта келмеуі мүмкін мүмкіндік. Біз келесі Рамазанға жетеміз бе, жоқ па, оны ешкім білмейді. Сондықтан осы Рамазанда қадір түнін бос жібермейік. Мүмкін дәл сол түнде жасалған бір ғана дұға сіздің тағдырыңызды өзгертіп жіберуі мүмкін. Бәлкім сол дұға қиындықтарыңызды жеңілдетеді, жүрегіңізге тыныштық береді, өміріңізге береке әкеледі. Аллах тағала қадір түнінің берекесін баршамызға нәсіп етсін. Дұғаларымызды қабыл етсін, күнәларымызды кешірсін. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркеліп, осы видеоның таралуына үлес қосыңыз. Адамдарға қадір түнінің қадірін түсінуіне себепші болыңыз. Себебі бір адамға жақсылық жеткізу үлкен сауап. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.